Қадишаны шақырамын. Қадиша, қалың қалай? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсы, рахмет. Үміткеріңмен кездестің бе? Мен өткенде сырқаттанып қалдым, осыдан бір 3 күн бұрын. Содан кейін кездесе алған жоқпыз. Өз шықсын. Там сол кезде. Шақырамыз ба ендеше? Иә, шақырайық. Ал, жақсы, келіңіз. Өзің байқағандай үміткерің келген жоқ. Сол себептен кездестің бе деп сұраған едім. Неге келмеді? Алдында келем деген. Бірақ білмеймін, не үшін келмеген. Өйткені арамыз суып кетті десе болады. Суып кетті негізі. Бірімізге деген хабарласпаймыз. Енді өзі хабарсыз кетті деген ғой. Қаныбектің білмеймін не үшін олай істегенін өзім түсінбедім негізі. Мен негізі таңғалып отқан жоқпын келмегеніне. Мүмкін оның да сезім болған жоқ шығар. Менің де сезім болған жоқ. Мен негізі шет жағасын айтқан болатын, бірімізге деген тартылыс сезім жоқ. Сол үшін ара қатынасты тоқтатамын деп айтқан болатын. Өзіне айттың, сөйтіп? Иә, енді шет жағасын айтқан болатын, ол да енді түсінер шығар. Бірақ енді ер жігіт болғаннан кейін келу керек еді негізі. Бәрін түсіндіру керек еді осы жерге келіп. Бірақ сонда түсіндіретін заттар бар ма? Сен мысалы айтып отырсың, мен алдын ала айтып қойдым. Мен сені қабылдамаймын, ара қатынас тоқтайды деп. Енді әр адам үшін бұл жаққа келіп бетін қайтарғанын қаламайды. Сол себептен келмеуі де мүмкін. Мен негізі Қаныбекке ренжіп қалған болатын, өткенде мені шығарып салған жұма күні. Сол кезде мен қатты ауырып отқанмын негізі. Сол кезде маған сенімсіздікпен қарады. Сен өтірік ауырып отқан сияқтысың деген сияқты. Білмеймін енді не үшін олай айтқанын, содан кейін мен ренжіп қалдым, содан кейін хабарласқан жоқпыз. Мен айттым, ара қатынас тоқтатайық, болды дедім, болды. Яғни сен ренжіп қалдың солай, иә? Өйткені сенімсіздік сондай кішкентай нәрседен басталады, содан кейін арғай дауға ұласады. Сол үшін маған мұндай керек емес. Мен өтірік ауырып отыратын болсам, кездеспейтін де едім, сөйлеспейтін де едім, мысалы да. Енді солай болды. Қатысушылар сұрақ қоямыз дейді Альбина. Сұрақ болғанда пікірімді айтсам деп отыр. Мұнда біз кадр сыртында шынымен де сұраймыз ғой, үміткерлерін қалай кездесу болып жатыр деп. Сол кезде Қадишадан сұраған кезде, енді шынымен де екеуінің бір-бірімен жазған хаттарын оқытып, біз аң-таң болдық. Кәдімгідей кез келген қыз баланың көңіліне тиетін сөздер айтылған болатын. Және де жеке менің өзіме мысалы жазды, кездесейік деген сияқты айтты. Мен соны түсінбедім мысалы. Ер азамат сонда тисе терекке, тимесе бұтаққа деп, кім қабылдайды, сонымен жүре бере ма, сонда ер азамат соны түсінбедім. Мысалы, ол да қыз ретінде оны түсінуге болады. Түсінікті. Демек сенімен де кездескісі келді, Қадишамен де кездескісі келді, қызық екен. Түсінікті, басқа ой пікір жоқ, менде де жоқ. Жалпы менің ойымша созудың да қажеті жоқ. Бұл мәселені одан да келесі үміткерді күтуге көп ұзамай келе жатар, ойыртыңа барып жайғасады.